Катарда өтетін әлем чемпионаты күннен күнге жақындап келеді. Кейбір ойыншыларға бұл үлкен турнир алғаш рет болса, кейбіріне соңғы рет. Кейде тіпті алаңда әкесі мен баласы жүргендей көріністерді көргендей боламыз. Видеода топ 5 жас және топ 5 ең кәрі футболшылар туралы айтамыз. Одан бөлікте қызықты статистикалар жеткілікті. Қазақша контентті қолдайтын Желаяқтай арнасында қолдау ретінде тіркеле етіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін алдағы уақытта тағы да қызығырақ видеолар шығаруыма шабыт әкеледі. Бірінші ең жас футболшылар туралы айтайық. Топ 5-тегі бұл ойыншылар 2004 жылға, яғни 18 жасар. Айырмашылықтары тек бірнеше айларды ғана құрайды. Ал енді топ 5-ті бельгиялық Генк клубында өнер көрсететін мароккалық Билал Эль-Ханнус есімді ойыншы ашып отыр. Құрамада әлі ресми бірде-бір ойын өткізбеген екен. 4-ші орында Сандерленд клубының ойыншысы коста-рикалық Джависон Беннет. Ұлттық құрама сапында 7 ойын өткізіп үлгерген. 3-ші орында осы жылдың Golden Boy номинациясының жеңімпазы испаниялық талант Барселона клубының болашағы Гави. Испания сапында 12 рет өнер көрсеткен. 2-ші орында австралиялық Central Coast Mariners клубында өнер көрсететін австралиялық Гарант Кол құрама үшін бір-ақ рет ойнапты. 1-ші орында көш бастап тұрған Германия сапында өнер көрсететін Боруссия Дортмунд клубының шабуылшысы 17 жасар Юсуфа Мукоко. Туған күні әлем чемпионаты басталатын уақыт, яғни 20 қараша күні. 18 жасын сол Катарда қарсы алайын деп тұр. Бұлар үшін бұл турнир ұлттық құрамадағы үлкен жолдың ең алғаш баспалдықтары. Мүмкін осы футболшылардан да Месси мен Роналдо секілді ойыншылар да шығар. Көре жетармыз. Енді Катарға баратын ең жасы үлкен кәрі футболшыларды айтайық. Сіздер бұл тізімде Роналдо топ 5-те болады деп ойлаған шығарсыздар. Ал Дани Алвесті көш басында тұрады деп. Жоқ, Роналдо тіпті тізімде жоқ, ал Дани Алвес сол топ 5-тің тек басын ашып отыр. 6 мамырда дүниеге келген бразилиялық 39 жасар оң қапталының қорғаушысы өзін әлі кәрімін демейді. Келесі әлем чемпионатына да 42 жасар болып баратын болса, таң қалмаңыздар. Ұлттық құрама сапында 124 ойын өткізген. 4-ші орында Францияның Страсбург клубында өнер көрсететін Жапонияның қақпашысы Эдди Кавасима құрама үшін 95 ойын өткізген. 20 наурыз күні 40-қа толады. 3-ші орында Реал Мадрид жанкүйерлері үшін аңыз ойыншы португалиялық Пепе қазіргі таңда Порту клубында ойнайды. Ақпан айының 26-сына бұл ойыншы да 40-қа келеді екен. Ұлттық құрама үшін 128 ойын өткізген. 2-ші орында канадалық ардагер ойыншы құраманың капитаны Атиба Хатчинсон иеленіп тұр. Бешташ клубының жартылай қорғаушысы 8-ші ақпан күні 40-қа толады. Ұлттық құрама үшін 97 ойын өткізген. Ал енді ең кәрі жас үлкен көкеміз туралы айтайық. Мексикалық қақпашы Альфредо Талавера осы жақында ғана 40 жасқа келді. Бұл кісінің жанында Мбаппе, Гави, Педрилер тұңғыш ұлдары секілді көрінеді. Ұлттық құрама сапында 39 ойын өткізген. Жалпы тағы да қызықты статистикаларға жүгінейік. Ұлттық құраманы алаңға шығаратын ең жас және ең кәрі капитандарды айтатын болсақ, ең кәрісі жоғарыда айтып өткендей канадалық 39 жасар Атиба Хатчинсон. Ал ең жас капитан ол Англия құрамасының шабуылшысы 29 жасар Харри Кейн. Бапкерлер арасында ең кәрісі Нидерландтарды шыңға сүйреп жүрген аңыз бапкері Луи Ван Гал. Жасы 71-де. Ақсақал десек те болады екен. Ал ең жасы 44 жасар Аргентина құрамасының жақсы нәтижелерге жеткізіп жүрген Лионель Месси емес, Скалони. Осы бапкердің арқасында Аргентина 1993 жылдан бастап бағындыра алмай жүрген Америка кубогын жеңіп алды. Катарға баратын ойыншылардың ең ұзыны Нидерландтық Андрис Нопперт есімді ойыншы. Херенвен клубында өнер көрсететін 28 жасар бұл футболшының бойы 203 сантиметр құрайды екен. Ал мароккалық 25 жасар Ильяс Шайырдың бойы ең қысқа болып тұр. Оның бойы небәрі 158 сантиметр. Ал енді қай клуб әлем чемпионатына ең көп ойыншы жіберді? Бавария клубынан 17 ойыншы, Манчестер Сити мен Барселонадан 16 ойыншыдан, Аль-Сад клубы 15, Манчестер Юнайтед 14, Реал Мадридтен 13, Челсиден 12 футболшы кеткен екен. Бавариядан кеткенің жарысы Германияда ойнайтын білеміз. Аль-Сад туралы тіпті үндемейін. Катардағы мықты ойыншылардың барлығы тек бір ғана клубта ойнайтын секілді. Жалпы қай елдің чемпионаты әлем чемпионатына көп ойыншы жіберді? Англия клубтарынан 160, Испания клубтарынан 85, Германиядан 79, Италиядан 70, ал Франциядан 57 ойыншы.
Ағылшындық клубтар көш бастап тұр. Ең мықты чемпионат деп айтатындары бекер емес секілді. Ал біздің статистикалар осымен аяқталды. Қазақша контент үшін бір лайк, ал маған шабыт беру үшін Желаяқтай арнасына тіркеле кетіңіз. Тағы да айтайын, сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Амандықта жолыққанша сау саламат.